әлемге әйгілі Атажұрт. Бұл Қытай концлагерінің қылмысын әлемге ашқан Атажұрт. Әлемге әйгілі Атажұрттың азаматтарын соттау Тоқаев үшін алған кезде Еуропа Америкаменен ашық жауласу деген сөз. Серікжанның өзін ұстап алып, Таресік Тасбосағасына қамап алып, Теміртордың ар жағына тоғытып алып, бүкіл дүние өре түрегелген кезде, бүкіл халықаралық ұйымдар өре түрегелген кезде, Біріккен Ұлттар ұйымы, Еуропарламент, тіпті Нобель бейбітшілік сыйлығын беретін Хельсинки комитеті Серікжан Біләшұлын қамау нақақ болды деп өре түрегелген кезде, Human Rights Watch, International Amnesty, Американың Конгресі, Біріккен Ұлттар ұйымы Серікжан Біләшұлын қамау нақақ болды деп өре түрегелген кезде, Серікжан Біләшұлын босатыңдар деген кезде, Серікжан Біләшұлын қамаған күні 40 мемлекет Қазақстан үкіметіне наразылық хат жолдаған кезде Серікжанды босатуға мәжбүр болған еді. Біз содан білеміз, Қытай концлагерінің қылмысын әлемге ашқан Атажұртқа Қазақстан билігінің тісі батпайтындығын, Атажұрт дегенде биліктің тізесі дірілдейтіндігін біз білген болатынбыз. Сол сеніммен Атажұрттың азаматтарын сол үркітіп қорқытқаннан басқа дымда істей алмайды деп, жаңағы арқаны кеңге салып, бүгін тағы да дем алмақшы едім. Бірақ мына зұлым биліктің қылмысын ел естісін дедім, көрсін дедім. Тікелей эфирде жұрт сол болған оқиғаның тура өз жерінен қандай оқиға болғандығын білсін дедім. Мына зұлым билікті әрбір қазақ көріп, көздері ашыла түссін деп жібердім. Және мен бұл арада дәл қазір тікелей эфирде мені тыңдап отырған 1200-ден артық қазаққа мен айтам. Бұл кісілер тіпті бірін-бірі білмейді. Неге шықты? Не қосты басын? Ерігіп отыр ма? Екі кебісті бір-біріне соққан еріккен қазақ па? Тұрсынбек Қабатовтың тоқалына уайымдап, әлде қараусыз қалған Тұрсынбек Қабатовтың бәйбішесін алаңдап ерігіп отырған қазақ па? Жоқ. Бұл ондай қазақтар емес тұғын. Бұл қазақ ана әртістің тоқалына, мұна әртістің бәйбішесіне басы қататын ақымақ қазақтар емес еді. Бұл қазақтар саяси санасы жоғары, көзі ашық, көкірегі ояу, ұлтым қазағым деген қазақтар болатын. Иә, ұлтым қазағым деген қазақтар болатын. Себебі оған жынкеш, қуғынбай, құдай ұрған әртістердің бәйбіше тоқалы қызық емес. Бұларға қазақтың ұлттық намысы, қазақтың мемлекеті, қазақтың жері, қазақтың ұрпағы керек еді. Бұларға әртіс, тоқал, бәйбіше дауы керек емес. Бұлар қазақ жеріне Қытайдың қаптағанына қарсылар еді. Бұлар қазақ жерінде қазақ жыламасын дейтін қазақтар еді. Бұлар әрбір қазақ менің жалғызым дейтін қазақтар болатын. Бұлар өзінің шынайы өмірменен күресін дәлелдеген қазақтар еді.